Selamet Bugün biz sabahımızda bizge belgin 3'ten bağlı sanının her bir sifrinin kosuntusunu tabudu öğrenemiz. Suramızga degen tabir et karab öteyik. Bizge degen 3'ten bağlı san beriledi. Ol sandardın, nemesi ol sandın sifrlarının kosuntusunu tabağınız. Birinci test, lister test bin boladı. Birinci testimiz sağlı 179 san berilgen kezde bir 7-9 sandarının bizge kosuntusunu tabu gerek. İkincisinde ikinci testimizde 4, 8, 9 verilgen. Bu sandar 4, 8, 9 sandarının summasını tabımız gerek болады. Bunday bir kodda жазу үшін kişi жазılan немесе aldanғы сабақта шешкен kodumuzga ұқсас bir kod жазуымыз керек болады. Ең бірінші biz бұл сандардың әрбіреуін білуіміз керек. Емес пе? Әрбіреуін білуіміз керек. Бұл үшін мынандай bir нәрсе жасасақ болады. Мысалы, ең баста біз 489 немесе 179 деген санмен жұмыс жасатып көрейік. A тең қанша болсын? 179 болсын. Бірінші санды білу үшін біз деген мысалы сан 1. Sıfır 1 деп жазайық. Сан 1 деп тұрсын. Сан 1-ді білу үшін біз A-ны 2 рет 100-ге бөлуіміз керек болады. Неге bir рет бөлмейміз? Bir рет бөлген кезімізде оқушылар onda деген бізге 1,79 береді. 179 береді. Оны мысалы тексеріп көрейік. Print A bölünеді 100 деген кезімізде көргеніңіздей 1,179 беріп тұр. Бірақ деген біз A-ны 2 рет бөлген кезімізде 100-ге 2 рет бөлу белгісін қолданған кезімізде бұл рет бізге деген тек қана 1-ді береді. Неге? Нүктенің алдындағы санды береді деп мен алдыңғы сабақта айтып өткен едім. Дәл сондай көргеніңіздей тек қана 1-ді берді. Енді біз деген бірінші санды таптық. Екінші санды қалай табамыз? Мысалы, екінші санды таппастан әлі біз соңғы санды қалай табамыз? Соған өтіп кетейік. Соңғы санды табу үшін біз қатты оңай бір нәрсе қолданған едік. Қалдық табу керек еді. Қандай? A-ны біз немесе берілген санды 179-ды мысалы 10-ға бөлген кезімізде қалдық қанша? 17, 9 қалдық қалатын еді. Қазір 1 мен 9 келеме біз тексеріп көреміз. Көргеніңіздей 1 және 9 келді. Енді біз 7-ні табуымыз керек. 7-ні табу үшін кішкене 7 бірінші санды немесе бірінші цифрды, үшінші цифрды тапқан оңай, бірақ деген екінші цифрды табу кішкене күрделі. Бұл үшін ең бірінші біз 179-ды 10-ға бөлуіміз керек. 179-ды 10-ға нақты бөлген кезімізде бізге 17 шығарып береді. Бұл екеуін түсінген болсаңыз, қазір мен бұл екеуінің алдына решетка белгісі қойып тұрамын. Бұл белгі білетіңізде комментарий етіп бұларды жасатпайтын еді. Немесе бұларды тек қана біз оқитын кодерлар немесе программистер оқитындай бір нәрсе болып кетеді. Компьютер бұларды оқымай өтіп кетеді. A print A 2 bölüngen kişi қолданамыз. A 2 bölü belgisi 10 деген кезімізде бізге 17 шықты көргеніңіздей. Мына жерде 17 шықты. Бірақ біз 7-ні алуымыз керек. Неге? бір керек емес бізге. Ол үшін оқушылар болса A-ны 10-ға нақты бөлдік. 17 болды. Бұның тағы деген 10-ға бөлінгенде қалдығы табылатын bir kod жазсақ, сонда 7 шығады. Ол үшін біз баста деген ең бірінші жазылғанды скобка ішіне аламыз. Ondan кейін жақшаның ішіне алғаннан кейін процент пайыз белгісі 10-ды қоямыз. Енді оқушылар баста 17-ні табады. Бірінші 17-ні тапты. Ondan кейін тағы оны 10-ға бөлгенде қалдық табатындай бір кодты қостық. Енді көргеніңіздей бізге деген 7 шығарып берді. Бұл kodты жасатқан кезімізде 7 шығарып берді. Біз жоғары kodтардан 1 және 9-ды шығарған едік. Мына жерде
getirip tastayın. Bul birinci sifrimiz edi. Bul üçüncü sifrimiz edi. Bul ikinci sifr. İkinci sifrda men jogarga alayım. Jogarga aldım. Endi biz bunu şumuş jasatıp göreyik. Görgeniňizdej 1 GT9 çıktı. Soňra şumuş jasatgan kezimde 1 GT9 179 berdik. Biz 489 bilen şumuş jasasyk göreyik. 489 A degen kodumuz bassa saklaymiz. Ondan keyin жүрgüzemiz. Görgeniňizdej 4 8 9 bizge her sandy berdi. Endi biz her sifrdi alganymyzda kalgan jumys bizge bilgeniňizdej kişkene oňaýla. Biz degen basta variable azat etmemiz gerek. Dürüst emesmi? Sağla int emes. San 1 nemesi birinci sifr. Sifr 1. Еңне A 2 bölü belgisi 100. Bul jerde bunu ikinci sifr bolup ketedi. Print'in ornuna 0,2'ni koymamız gerek. Sifr 2 nege teң? Endi 0,3 de alamız. 0,3 teң bolady. Sanımız. Bul jerde bizge degen surakta ne dep belgilenedi? Sifrlarning qo'shindisini topamiz deydi. Qo'shindisini topish uchun biz print 01 qo'shamiz. 02 qo'shiladi. Eng so'ngi 03 da olamiz. Sifrning summasini olmamız kerak. Sifrning summasini oldik. Endi kaza degan buni jumush jasatgan kezimizda bir narsa xata beribdim. Mana bu 01 degan yo'q. 01 Qo'shlar bilgeningizdek biz degan aynimallar variable bilan jumush jasasgan kezimizda naqd berishimiz kerak. Misol men mana shu yerda xata yozganim uchun mana shu yerda 01 ni tanimayman. Nemese name 01 is not defined deb berdi. Biz bularga men berishimiz kerak. Sebebi degan xata bir. Misol men s harfini mana shu yerda jo'g'arida kichik harf bilan turibman. Tömende bo'lsa men ulkan harf bilan bergan kezimda bu kadimgidek bizning kodning jumush jasamawına nemese xata showni olib keladi. Endi kodumda degan dürüst yazılan siyahtı atlab yürgüzemiz. Ko'rganingizdek 21 shopdir. İkinci testde 489 bergan kezda 21 shopdir. Al birinchi test bilan 179 bilan barlab ko'raylik. 79 beraman. Tayman, yürgüzemin. Ko'rganingizdek 17 shopdir. Bu yerda biznikide kutib o'tirgan javobimiz 17. Biroq biz A'ga degan ne deb berishimiz kerak jalpy? A'ni biz qo'llanuvchidan alamiz. Qo'llanuvchidan alış uchun biz intdan keyin input funksiyasini qo'llanamiz. Endi degan qo'llanuvchi biz degan bul degan kodni jumush jasatgan kezimizda qo'llanuvchi tömenga qay sanni bersa, bizga sol sanning sifrlarning summasini beradi. Endi saqlab yurgizib ko'raylik. Ko'rganingizdek bizdan bir sifr so'raydi. Eng basta 555 deb ko'raylik. Bizga 15 beruv kerak. Ko'rganingizdek 15 shopdir. Daha bir jumush jasatib ko'raman. Qancha bo'lsin? 637 bo'lsin. Bul red 6 3 9 7 ni qo'shamiz. Qancha? 16. 16 shigur kerak. Enterga bosgan kezda 16 shopdir. Ya qo'shlar, bugungi savobimiz o'smen oyoqtaldi. Tushunmagan jeringiz bor bo'lsa, nemesi bundan da yaxshi kod bilan chiqarib biletin bir degan o'y, ya'ni ideyangiz bor bo'lsa, tömenga yozib qoldiringizlar. Sog' bo'lingizlar.